Қазақстан мұнайға бай мемлекет. Бірақ бұл байлық мәңгі емес. Сарапшылардың айтуынша, мұнай шамамен 40 жылдан кейін таусылуы мүмкін. Бұл еліміздің болашағына қалай әсер етеді? Қазақстан мұнайдан кейін не істейді? Бүгінгі таңда Қазақстанда 4,4 миллиард тонна өндірілетін мұнай қоры бар. Егер жыл сайын шамамен 100 миллион тонна өндірілсе, бұл қор 40 немесе 45 жылға жетуі мүмкін. Ел аумағында 78 миллиард тоннаға жуық болжамды қор бар. Бірақ ол қорлар толық зерттеліп, дәлелденбеген. Қазақстан экономикасы мұнайға қатты тәуелді. Бюджеттің кірісінің 30-дан 40%-ға дейінгі бөлігі мұнай мен газ секторынан түседі. Ал экспорттың жартысынан астамы шикі мұнай. Мұнай бағасы құлдыраса теңге әлсірейді, инфляция өседі. Ал мұнай толық сарқылса, экономика үлкен қысымға ұшырайды. Мұнайлы елдердің ішінде бұл мәселені алдын ала шешіп жатқан мемлекеттер де бар. Норвегия. Мұнай табысын ұлттық қорда жинап, қазір экономиканы толық әртараптандырды. Біріккен Араб Әмірліктері. Дубай қаласы туризм мен логистика арқылы табыс тауып отыр. Мұнай табыстың тек бір бөлігі ғана. Венесуэла. Тек мұнайға сенген елдің бірі. Бүгінде инфляция мен экономикалық дағдарысқа тап болды. Қазақстан қандай жолды таңдайды? 2024 жылы Қазақстан экономикасы 4,8% өсім көрсетті. Өнеркәсіп және қызмет көрсету саласы дамып келеді. Бірақ инфляция 8,6% деңгейінде. Мәселе. Біз әлі де шикізатқа тәуелдіміз. Мұнай химия өндірісі әлсіз, ауыл шаруашылығы толық дамымаған. Қазақстан үшін болашақ мынандай салаларда. Жасыл энергетика, күн мен желден қуат алу. Ақпараттық технологиялар, цифрлық экономика. Агроөнеркәсіп пен экспорт. Туризм мен көлік логистикасы. Бірақ бір маңызды мәселе бар, ол жемқорлық. Өкінішке қарай, Қазақстанда жемқорлық деңгейі әлі де жоғары. Бұл инвестицияға, кәсіпкерлікке және реформаларға кері әсер етеді. Халық сенбейтін жүйеде реформалар жүзеге аспайды. Мысалы, инфрақұрылым жобалары ұзаққа созылады, білім мен медицинаға бөлінген қаражат тиісті жерге жетпейді. Мұнай бұл байлық. Бірақ ол мәңгі емес. Ертең бұл қазына сарқылады. Сол кезде мұнай бар кезде не істедік деген сұрақ алдан шығады. Ақшасы болды, мүмкіндігі болды. Бірақ еліне жетті ме? Халыққа пайдасы тиді ме? Әлде біреулер жеп кетті ме? Қазірден бастап елдің дамуына күш салмасақ, ертең бәрі кеш болуы мүмкін. Мұнай емес, адам елдің байлығы. Жер асты емес, ой мен еңбек болашақтың іргесі. Шын дамуды қаласақ, өтірікті қою керек. Параны тоқтату керек. Байлықты бөлісетін емес, елге қызмет ететін жүйе керек. Болашақ дайын мұнай емес. Болашақ біз өзіміз құратын өмір. Осындай шынайы, сыздаған тақырыптарда ой қозғай береміз. Егер бей-жай қарамасаң, жазыл, пікір қалдыр. Бұл жай ғана видео емес, бұл біз үшін маңызды әңгіме. Келесі шығарылымда кездескенше.